Әлемдегі ең сараң адамды білесіз бе? Оның есімі Генриетта Хоуланд Гетти Грин. Көз үшін Уолл-стриттің ұстаны деген лақап ат қойылған. Гиннестің рекордтар кітабында ол әлемдегі ең сараң адам деген есіммен қалған. Өлер шағында ол ең бай әйел болды. Байлығы 4 миллиард долларға жеткен. Оның 8 мыңдай жер учаскесі, оған қоса темір жолдармен байланысты компаниялардың акцияларын сатып алушы ретінде танымал болған. Генриетта 1834 жылы сол кездері жағдайы жақсы саналған отбасында дүниеге келген. Хоуландтардың негізгі табыс көзі киттердің майы болды. Генриеттаның тәрбиесімен толықтай оның атасы Гидеон Хоуланд айналысқан. Атасының көзі нашар көре бастағанда, Гетти тізесіне отырып, қаржы жаңалықтарына байланысты газеттерді оқып отырып, акциялар мен облигациялардың айырмашылығын айтып беріп отырған. Соның нәтижесінде Гетти 13 жасында отбасылық бухгалтер болды. Геттидің ерекше сараңдығы туралы әртүрлі аңыздар тараған. Генриетта өте әдемі бойжеткен болған көрінеді. Бірақ жігіттердің түсінбейтін бір нәрсесі, оның күнде бір көйлекпен және ескі аяқ киіммен жүретіндігі. Анасы қайтыс болған соң, Гетти өте сирек қонақ күтетін. Тіпті күтетін деген артық болар. Айтуларынша, жас Гетти қонақтар кетпей тұрып, қымбат майшамдарды өшіріп отырған. Ал майшамнан қалған тұқыларды ертесіне сатып жіберетін. Салфеткаларды тастамайтын. Керісінше оларды сумен сеуіп, келесте қолдану үшін үтіктеп қоятын. 1965 жылы әкесі қайтыс болған соң, ол $7,5 миллион мұрагері болып қалды. Дәл сол кезде ол өзінің болашақ жары Эдвард Гринмен танысады. 2 жылдан соң Гетти Эдвардқа тұрмысқа шығуға келіседі. Келіскенде де олар неке келісім шартын жасасу арқылы. Келісімде Эдвард Геттидің 1/1 центіне қол тигізуге, оның қаражатына тиісуге құқығы болмайды. Тіпті күйеуі қарызға белшесіне батып кеткенде, Гетти жарына көмектеспей, оны үйінен қуып жібереді. Міне сол кездерде Уолл-стритте бәрі оны танып алады. Ол жер гектарлармен және жылжымайтын дүние мүлікке ие болды. Биржадағы қаржыгерлердің бірі де Геттиге тең келмеді. Егер Гетти компанияның акцияларына не құнды қағаз сатып алатын болса, ертеңіне баға аспанға шығатынын бәрі білген. Генриеттаның 2 баласы болды, Нед және Севилья. Олар анасының шектен сараңдығынан азап шегеді. Гриннің жеке үйі болмаған. Ол арзан модельдерде тұрды. Ақшаны дәрілер мен азық-түлікке үнемдеген. Генриетта киімдер мен аяқ киімдерге еш уақытта шығындалмаған. Тіпті іш киімін алба-жұлба шыққанда ғана ауыстыратын болған. Ол еш уақытта тазалаушылар мен кір жуатындардың көмегіне жүгінбейтін. Жаңа газетті оқып болған соң, ұлы Недті сол газетті сатуға жіберетін. Дүкендерде сағаттап болсын әр центке саудаласып тұра берген. Сатушылардың көпшілігі Геттиді жек көретін. Генриеттаның сараңдығынан ұлы Нед аяғынан айырылады. Недке шана сатып алынады. Бақыттан бас айналған Нед сырғанау үшін ең қауіпті және ең мықты жерді таңдайды. Сырғанау кезінде аунап кетіп, аяғын қатты жарақаттап алады. Гетти үнем үшін кедейлерге арналған емханаға келіп көрсетеді. Бірақ Геттиді жақсы танитын дәрігерлер ұлын емдеуден бас тартады. Сөйтіп Генриетта үйде емдеуге көшеді. Ұзақ уақыт бойы Нед аурудан азап шегеді. Соңында тізеде жоғары аяғына ампутацияға ұшырайды. Гетти 81 жасында жүрек ұстамасынан қайтыс болады. 2 баласына мұрагерлікке қазіргі ақшамен $4 миллиард байлық қалады. Нед Грин Нед көке есімімен көптің есінде қалады. Өзінің қалған өмірін ол жайлы өмірге, көліктер мен техникалық құралдарға жұмсайды. Сильвия қайырымдылықпен айналысқан жомарт жан болды. Анасы қайтқан соң Нед бірден үйленіп, автомобиль өнеркәсібімен айналысады. Әрине, жеке көлік отбасындағы алғашқы меншік болды. Егер сізге әңгіме ұнаса, каналыма жазылып, лайк басып кетіңіз.